Актриса Мадина Оспанова камера алдында ата-анасынан кешірім сұрады. Эмоциясын тыя алмаған жас әртіс неліктен мұндай қадамға барды. Ата-анасының қыздарына өкпе реніші қандай. Ауылдан шыққан қарапайым қыздың тілек кешірімін біздің тілшілер біліп қайтты. Кешірім өтінгім келеді, мам, пап. Тым табысты жобалардың басқасында жүріп танымалдығы артқан жас актриса Мадина Оспанованың ел алдында бұлай деуі кімге де болса жаңалық. Соған қарағанда ерке сылқым ата-анасын қатты өкпелетіп қойса керек. Анығын айтсақ, жас актриса жұмыс бастылығынан ауылына баруды сиретіпті. Енді Наурыз мейрамында да ата-анасын көрмеуі мүмкін. Бұған кінәлі сол баяғы карьера. Алматыға келгелі, колледжге оқуға түскелі мен мерекелерді отбасымен былай көп болып тойламағалы уақытым жетпейді. Өкінішке орай, бірақ әрине отбасымен тойлағанға не жетсін. Осы сәтті қолдана отырып, мамама, папама сәлем жолдап, кешірім өтінгім келеді. Мам, пап, мен үшін менде уақытым болмайды, сол үшін келе алмаймын ауылға. Наурыз демекші, сылқым бұл датаны анау айтқандай тойлап жатпайтынын меңзеді. Тек ұлыстың ұлы күні ғана емес, өзге мейрамдарды да асырсап тойламайтын көрінеді. Негізі мен ешқандай мерекені сондай да атап тойламаймын. Наурызда да енді халық демалған кезде әртістер жұмыс жасайды. Біз көбінесе мерекелерде жұмыс жасап жүреміз. Бұдан бөлек ару ұлттық киімді де тілге тиек етті. Айтуынша кең ауқымды тойланатын Наурызда ғана қазақыланбай басқа күнде қазақ екенімізді ұмытпауымыз керек дейді. Біздің ұлттық киімдерді дәріптеу ретінде қарсы емеспін. Негізі бір өзінің бір күндерді қойып қоятын болса, негізі қызық қой. Сол күні мысалы үшін көшеге барлығы қазақша біздің өзіміздің ұлттық киімімізден шығып тұрса, оған ешқандай қарсылық білдірмеймін. Негізі мен қолдаймын. Сондай-ақ сөз соңында аталған актриса да мейрам қарсаңында көпшілікке ақжарма тілегін айтуды ұмытпады. Ең алдымен барша қазақстандықтарды Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Елімізде тек қана бейбітшілік болсын, ешқандай жаманшылықтар болмасын, өсе берсін еліміз, өне берсін. Бар жақсылықты тілеймін. Біздің ютубтағы арнамызға жазылып, қызықты жаңалықтардан хабардар болыңыздар. Айгерім Бәшімова, Айболат Жекебай, Хедлайнер.